Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Феруза. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатқан рецепттердің бірі трайфлдың жасалу жолымен бөлісемін. Енді бұның дәмі шын мәнісінде ауызда ериді, балмұздаққа ұқсайды. Қонақтарыңыздың алдына ұсынуға болатын өте дәмді десерттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Аппақ болып көпіргенше араластыруымыз қажет. Міне осындай аппақ масса болып шығады. Одан соң ұн, қопсытқыш, какаоны алып, үшеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Осы құрғақ ингредиенттерді жұмыртқалы массамызға 2-ге 3-ге бөліп салуымыз қажет. Егер барлығын бірден салатын болсаңыздар, біздің корждарымыз піскен кезде аласа болып пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті де бөліп салыңыздар. Біздің корждарымыз сол кезде жақсы болып көтерілетін болады. Мен барлық ингредиенттерді салған кезде миксердің ең жай жылдамдығында араластырып алдым. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай сұйықтықта болу керек. Енді оны қалаған формамызға құйып пісіреміз. Форманың диаметрі маңызды емес. Противенге құйып пісірсеңіздер де, дөңгелек формаға құйып пісірсеңіздер де бола береді. 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Енді формадан босатамыз. Бөлек пергамент қағазына немесе решеткаға салып суытуымыз керек. Формаға қамырды құйған кезде пергамент фольга қағаздар болмаса, сармай жағып құйсаңыздар да бола береді. Ал енді кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге кілегей қажет. Кілегей міндетті түрде салқын болу керек және майлылығы 33-35% аралығында болады. Қант ұнтағы және сүзбелі ірімшік қажет. Ең алдымен кілегейді алып, миксердің ең жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Жаңа мен айтқандай, кілегей міндетті түрде салқын болу керек. Егер жылы болып тұрса, қоюланбай қалады. Бірнеше минуттай араластырдым. Шамамен 5 минуттай араластырдым. Кішкене қоюлана бастағанда қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын дәміне қарай салсаңыздар да болады. Кейбір адамдар қатты тәттіні ұнатпайды, сол себепті де аздау салсаңыздар болады. Енді сүзбел ірімшікті салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, біздің креміміз осылай оңай дайындалады. Қалауыңызша басқа да кремдерді пайдалана берсеңіздер болады. Кремнің қоюлығы осындай болып шықты. Ал енді біз трайфлды жинаймыз. Ең алдымен піскен корждарымызды қолымызбен үгітіп аламыз. Болмаса пышақпен, блендермен де үгітсеңіздер болады. Үйде бар кез келген ыдыстарда пайдалана беріңіздер. Және де осылардың үстіне дайын болған кремімізді салып, бетін тегістеп аламыз. Ең басты ескеретін нәрсе, қамырымыздың піскен корждарымыздың ыстық болмауы. Егер корждарымыз толық суыған болса, крем жақсы жағылады. Ал егер корж ыстық болса, крем еріп кетуі мүмкін. Осы нәрсені қатты ескеріңіздер. Арасына өздеріңіздің жақсы көретін кез келген жемістеріңізді салсаңыздар болады. Осылай 2 қабат етіп жинаймыз. Енді тағы да бетіне осылай корждарымызды салып, үстіне кремді салып, бетін жақсылап тегістеп аламыз да. Бұларды мұздатқышқа салып қоямыз. Міне осындай болып шықты. Енді мен осындай үлкенірек ыдысқа жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген ыдысқа жасай берсеңіздер болады. Міне осылай барлығын рет-ретімен жасап шығамыз. Қонақтардың алдына ұсынатын болсаңыздар, кішірек ыдыстарға жасасаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Енді мұздатқышқа салып қоямыз. Ал енді шоколадты глазур дайындаймыз.
Ол үшін байы отта сүтімізді құйып сары майымызды ертіп аламыз. Үстіне шоколадты салып үздіксіз араластырып тұруымыз керек, себебі шоколадымыз жабысып қалуы мүмкін. Қайнатудың қажеті жоқ, бар болғаны шоколад ерісе жеткілікті. Міне шоколадты глазур дайын. Енді оны 5 минуттай суытуымыз қажет. Ыстық болса креміміз еріп кетеді. Трайфлды мұздатқыштан шығарып, енді үстіне шоколадты глазурды құйып шығамыз. Егерде трайфлды мұздатқышқа салмайтын болсаңыздар, шоколад кремімізді ертіп жіберу мүмкін. Шоколад пен крем араласып кетсе, структурасы бұзылып кетеді. Үстін өзіңіздің қалаған жеміс-жидектермен әсемдеулеріңізге болады. Болмаса, әртүрлі жаңғақтарды да сепсеңіздер болады. Мінекей біздің трайфл дайын болды. Байқағандарыңыздай дайындалу өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі шын мәнісінде ауызда ериді, өте керемет болып шығады. Негізі трайфл дайын болғаннан кейін тоңазытқышта кемінде 1 сағатқа салып қоюымыз керек. Егер тоңазытқышқа салмайтын болсаңыздар, оның кремі ағып тұрады. Негізі видеода көріп тұрғандарыңыздай болып шығуы керек. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.